Көп жыл бұрын отан үшін ең қиын кезеңдердің бірі Ұлы Отан соғысы басталды. Ел басына күн туғанда ер азаматтармен бірге батыр қыздар да майданға аттанды. Солардың бірі қазақ халқының батыр қызы Әлия Молдағұлова еді. Әлия 1925 жылы Ақтөбе облысында дүниеге келген. Ол кішкентайынан ақжарқын, мейірімді, батыл қыз болып өседі. Ата-анасынан ерте айырылған Әлияны нағашысы мен әпкесі тәрбиелейді. Бала Әлия білімге құштар, мектепте өте жақсы оқиды. Ол әрқашан «мен елімді сүйемін» деп айтатын. Кейін соғыс басталғанда Әлия сабағын тастап еліне көмектескісі келеді. Ол Ленинградтағы авиациялық техникумда оқып жүрген жерінен майданға сұранады. Жас болса да батыр жүректі қыз өз еркімен соғысқа баруға шешім қабылдайды. Әлия Молдағұлова мергендер мектебін үздік бітіріп, алдыңғы шепке аттанады. Ол қысылтаяң сәттерде батылдық көрсетіп, талай жауды жояды. Жауынгер достары оны өте қатты құрметтеген. Олар Әлияны біздің батыр қарындасымыз деп атаған. 1944 жылдың қаңтар айында Псков облысында ауыр шайқас болады. Сол кезде Әлия өз ротасын бастап, жауға қарсы шабуылға шығады. Ол жараланса да, соңғы демі қалғанша соғысты тоқтатпайды. Өкінішке қарай, сол шайқаста Әлия ерлікпен қаза табады. Елі мен жер үшін өмірін қиған Әлия Молдағұлова Кеңес одағының батыры атағы берілді. Оның ерлігі туралы көптеген кітаптар жазылды. Көптеген өлеңдер мен әндер арналды. Бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде Әлия есімімен аталған мектептер, көшелер мен ескерткіштер бар. Ақтөбеде оның атында мұражай жұмыс істейді. Әлия Молдағұлова қазақ халқының мақтанышы. Нағыз ерлік пен отансүйгіштіктің символы. Оның өмірі бізге батыл болуды, отанды сүюді, қиындыққа мойымауды үйретеді. Балалар, Әлия апайымыз сияқты батыл болайық. Отанды, жерімізді сүйейік. Ерлік пен мейірім мәңгі жасасын.